Мен Didar Dauletuly. Және тақырып Present Simple. Present Simple бұл әрине күнделікті іске асатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Бірақ Present Simple'дың және бір ерекшелігі ол келер шаққа да қатысты оқиғаларды іс-әрекеттерді білдіру. Бұл жердегі айта кетерлік жайт Present Simple тек орысша айтқанда расписанияға сәйкес іске асатын іс-әрекеттерге қатысты қолданылады. Яғни белгілі бір уақытпен шектелген іс-әрекеттер. Мысалға, My plane leaves at 11 p.m. Менің ұшағым кешкі сағат 11-де ұшады. Мұнда іс-әрекет келер шақта орын алады, бірақ расписанияға сәйкес болғандығы себепті ол Present Simple'да берілген. Екінші мысалы, The film starts at 7 p.m. Фильм кешкі сағат 7-де басталады. Үшінші мысалы, The shop closes at 12 p.m. Дүкен кешкі сағат 12-де жабылады. Төртінші мысалы, What time does your first lesson start tomorrow? Сенің бірінші сабағың ертең қай уақытта басталады? Бесінші мысалы, Әлем starts working next week. Әлем жұмыс істеуді келесі аптадан бастайды. Present Simple ол first conditional кезінде де қолданыла алады. Яғни, бұл жерде Present Simple жай осы шақта қолданылатын етістік формасы болғанымен, келер шаққа қатысты іс-әрекетті сипаттайды. Мысалға, If I see her, I will say hello. Егер мен оны көрсем, мен сәлем деймін. Келесі мысалы, When you get home, call me. Үйге жеткен кезіңде маған қоңырау шал. Тағы бір мысал, What university will you apply for if you score 140? Егер сен 140 балл жинасаң, қай университетке тапсырасың? Осы мысалдардағы score, get, see ол келер шаққа қатысты іс-әрекетті білдіреді. Дегенмен, Present Simple'де берілген.